Бұл Питер Паркер. Бұл Калахари қаласында тұратын оқушы еді. Бұл әдеттегідей сабаққа бара жатқан еді. Ал бірақ оның класстастары және сол мектеп оқушылары бұны жақтырмайтын. Яғни бұны кедейдің баласы деп, әке-шешесіз деп бұны мазақ қылатын еді. Ал бірақ та Питер Паркер бұндай нәрселерге үйреніп қалған еді. Ал бірақ бұл күні оны көптеген оқушылар барлығы мазақ етеді. Және де бір бұзық бала тұрып, барлығына қосылып, оны да мазақ ете бастайды. Ал бір кезде сол бұзық бала Питер Паркерді ұрып жібереді. Және де ол қатты жараланып қалады. Және неғұрлым қашуға тырысып, мектептен қашып кетеді. Одан кейін ол қайға барарын білмей, өте алыс, басы ауған жаққа кете барады. Ол қатты мұнайған және де шаршаған еді. Ол өзінің класстастарының бұндай опасыздық жасағанына таң қалып тұрады. Бір кезде төбеден тарелкамен бір нәрсе көрінеді. Оған ол өте күлкілі болады. Мультиктегідей көрінді деп ойлайды. Ал ол тарелканың ішінен екі инопланетян түсті. Және де олар Питер Паркерге барып, өлмекші адамның күшін бермекші болады. Питер мұнайып отқан кезде, олар оған өлмекші адамның күшін тастап кетеді. Bir кезде Питер Паркер тура өлмекші адамның өзі болады. Ол өз көзіне сенбейді, және ол қатты қуанады. Ал ол бір кезде секірейін деп жатыр еді. Ол өзінің қолынан тор шығатынын байқады. Ол бұған қатты қуанады. Және де ол өзі секіре алмайтын жерлерден биік жерлерге мініп, өзін жаттықтыра бастайды. Өлмекші адам дайындалып жүрген кезінде, оның бұрынғы, яғни класстастары бір жерде әңгіме айтып, би-билеп тұр екен. Сол кезде ол оларға күледі. Және де олар тағы да мазақ етіп бастайды десем де болады. Олар оны мазақ қылғаны сонша, ол қатты саланып, бәрімен жекпе-жекке шығады. Біріншісін ұтады, және екіншісі келеді. Екіншісін де құлатады. Өлмекші адам сол жердегі біраз қарсыластарын жеңіп қояды. Одан кейін оның қарсыластары, яғни класстастары, сыныптастары барлығы қаша жөнеледі. Яғни өлмекші адамнан қорқады. Одан кейін ол тағы бір оқушыны ұстап, сыныптасын ұстап, оны құлатады. Және тағы да құлатады. Өзіне қарсы келгендердің бәрін жайпай бастайды.
бағанағы бұзық баланың досын оны да өлтіреді. Ал одан кейін бұзық балаға келген кезде ол өрмекші адам күле бастайды. Ал бұзық бала қаша жөнеледі. Қашқаны сонша өрмекші адам оны ұстау өте қиын болды десем де болады. Өрмекші адам оны қуып келе жатыр. Тіпті үйлерінің үстіне шығып бұзса да ол ұстатқысы келмейді. Ол шын мәнінде қорқақ екенін білген өрмекші адам күліп қала береді. Ал оны бағана жамандап жатқан мектептегі қыздары оған шапалақ ұрып, яғни оны мақтай бастайды. Ал содан кейін өрмекші адам өзінің жаңа қабілеттерін тағы да сынағысы келіп, Калахари қаласында қыдырып, яғни өзінің қабілеттерін ашып, жаттығып келген болады. Бұл Калахари қаласында өте көп уақыт жаттығып жүреді. Ең биік мұнаралардың үстіне де шығып көреді. Ол бұндай күші бар екеніне қатты таң қалады. Ал келесі күні Питер Паркер қайтадан мектепке барады. Ал бұл жолы ол өте қымбат көлікпен және де мықты киінген кейпімен барады. Одан кейін тағын аяқтағы мектептегі балдар, қыздар, кейбіреулері оны жамандайды, кейбіреулері мазақтайды, кейбіреулері мақтап та жатады. Ол мектепке келе салып, бағанағы кешегі қашып кеткен бұзық балаға барады. Және оған, қане, менімен жекпе-жек шығасың ба дейді. Ал бұзық бала оған күле береді. Және қасындағылардың бәрі жиналып, қызық тамашалағысы келеді. Ал одан кейін Питер Паркер оны яғни ұрып жібереді. Оған оның соққысы қатты тигені сонша ол қаша жөнеледі. Ал қаған мектеп оқушыларының бәрі оны мақтап, яғни құрметтей бастайды. Ал ол әдеттегідей класстастарынан тығылып, мектеп оқушыларынан тығылып, өзінің жаңа қабілеттерін қайтадан сынауға кетті. Ал өзге ғаламшардан келген өзге ғаламшарлықтар Питер Паркерді есіне алады. Және оны байқайды. Және оның істеп жүрген тірліктеріне, яғни оның қабілетті тапқан үшін оны мақтайды және де қолдайды. Ал осымен достар, біздің киномыздың бірінші бөлімі аяқталды. Екінші бөлімін күтетін болсаңдар, лайк басып, комментария қалдыра кетіңдер. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар.